Саламатсыздар ма? 11 сынып қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша алгебра пәнінен 18-де 6 есеп. Бірінші бізде мына жерде 25 дегенді біз 5-тің квадрат деп жазсам болады. Оның сыртында x дәрежесі. Мына жерде 6 көбейтілген 5-тің x дәрежесі қосылған 5 кіші 0-ден десек болады. Осы жерде мен мынаны 5-тің x дәрежесі, оның сыртында квадрат деп екеуін ауыстырсам болады да. Мына жерде минус болу керек қой. Минус 6 көбейтілген 5-тің x дәрежесі қосылған 5 кіші 0-ден. Енді осы жерде мен 5-тің x дәрежесін a деп алам. Сонда мынау a квадрат болады, минус 6a болады, қосылған 5 болады кіші 0-ден. Келесі a квадрат минус 6a қосылған 5 тең болады 0-ге деймін. Осы жерден ол бізде қандай сандар? 5 және 1. 5-ке 1-ді көбейтсем 5 шығады, қоссақ 6 шығады, е? Онда a-ның бірінші мәні 5, a-ның екінші мәні 1-ге тең. a дегеніміз не? Ол 5-тің x дәрежесі, е? Демек, біз 5-тің x дәрежесі тең болады 5-ге дейміз. Келесі 5-тің x дәрежесі тең болады 1-ге дейміз. Келесі, мұн жерде бір дәреже бар ғой, онда x-ін 1-ге тең болады. Келесі 5-тің x дәрежесі тең болады. 1 деген 5-тің 0 дәрежесі. X тең болады 0-ге. Енді мына жерге салам 0-ді салам, және 1-ді салам. Мұн жерде a-ның ең үлкен дәрежесі a квадрат қой. Демек 5-тің x дәрежесінің ең үлкен дәрежесі квадраты. Оның алды плюс, оң жақтан плюс, минус плюс дейміз. 0-ден кіші аралықтар мынау. Демек x-ім тиісті 0-ден 1-ге дейінгі аралыққа. Келесі үшінші есепті шығарам. 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі, оның сыртында x деп алсам болады. Қосылған 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі деп алсам болады. 20 теңсіздіктің келесі жағына өтеді. Келесі 2-нің x дәрежесі, мына 2-нің 2-нің орнына ауыстырсам болады, мына жерге жазсам болады. Қосылған 2-нің 3 дәрежесі 8, көбейтілген 2-нің x дәрежесі азайтылған 20, үлкен 0-ден. Келесі 2-нің x дәрежесін мен a деп алайын. Сонда мынау a квадрат қосылған 8a минус 20 үлкен 0-ден, немесе a квадрат плюс 8a минус 20 тең болады 0-ге. Қосқан кезде минус 8, көбейткен кезде минус 20 шығатын 2 сан. Ол бізде қандай сандар? Так, минус 10 және 2 деп алсам болады, е? a-ның бірінші мәні минус 10 болады, a-ның екінші мәні 2-ге тең болады. Енді келесі 2-нің x дәрежесі тең болады. a дегеніміз не? Ол бізде минус 10-ға тең болу керек. Келесі келесі 2-нің x дәрежесі тең болады 2-ге, е? a-ның мәндері. Мына жерде шешім жоқ. Кез келген көрсеткіштік теңдеуде теңсіздік бізде көрсеткіштік теңдеу теріс санға тең бола алмайды. Мына жерде бір дәреже бар деп есептесек, онда x-ім тең болады 1-ге, е? Мына жерде 2-нің бір дәрежесі 2-ге тең ғой, бәрі бірде. X тең болады 1 шықты, мына жерге саламыз. Плюс a-ның ең үлкен дәрежесі плюс, a квадраттың алды плюс қой. Оң жақтан плюс минус дейміз. 0-ден үлкен деп тұр ғой. Сондықтан ол плюспен белгіленген жерлер. Демек x-ім тиісті шексіздікке дейінгі аралыққа. Келесі мына жерде мен енді бірінші есепті шығарайын. 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі десем болады. Үлкен 11-дің x дәрежесі көбейтілген 11-дің 1 дәрежесі. 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3, үлкен 11-дің x дәрежесі көбейтілген 11. Теңсіздіктің екі жағында мен 11-ге 3-тің x дәрежесіне бөліп тастайын. Мынаны 3-тің x дәрежесіне бөлем, мынаны да 3-тің x дәрежесіне бөлем. Сонда мынау мен мынау қысқаратта 3 қалады. Мына жерде мен мынаны x дәрежесі көбейтілген 11 деп жазсам болады, е? Немесе 3, мына 11 теңсіздіктің келесі жағына бөлу болып барады ғой. Үлкен 11 бөлінген 3-тің x дәрежесіне деп жазсам болады, е?
Енді мына жерде алым мен бөлімін ауыстырсам, 11 бөлінген 3 десем, онда дәрежеде минус пайда болады. Сонда бізде минус 1 үлкен x деген сөз, е? Немесе x-ім кіші минус 1-ден. Келесісі, екіншісі, 2-нің x дәрежесі кіші 5-тің x дәрежесінен. 2-нің x дәрежесіне бөлім. Жерде 5 бөлінген 2-нің x дәрежесі. Енді бізде 1 дегеніміз 5 бөлінген 2-нің 0 дәрежесі. Мына жерде 5 бөлінген 2-нің x дәрежесі. Негіздері бірдей, онда 0 кіші x-тен. Демек, x-ім үлкен 0-ден. X-ім тиісті минус 0-ден плюс x-ке дейінгі аралыққа. Келесі, мына жерде үшінші тапсырма. 4-тің x дәрежесі көбейтілген 4-тің минус 2 дәрежесі деп жазсам болады, мына жерде. Немесе, мына жерге жазып жіберсем болады 4-тің квадраты деп. Кіші немесе тең, мына жерде 7-нің x дәрежесі, мынаны мен 7-нің квадраты деп жазсам болады, е? Енді ары қарай, мына жерде 7-нің квадраты бетінші жақсы. 4-тің x дәрежесі, мына жерде 16 болады, минус 7-нің x дәрежесі 49 болады. Кіші немесе тең 0. Осы жерде так, 49 көбейтілген 16 ортақ бөлім болады да. Мына жерге 49-дан келеді, мына жерге 16-дан келеді. Сонда 49 көбейтілген 4-тің x дәрежесі, азайтылған 16 көбейтілген 7-нің x дәрежесі. Кіші немесе тең 0. Келесі, 49 көбейтілген 4-тің x дәрежесі, азайтылған 16 көбейтілген 7-нің x дәрежесі, кіші немесе тең 0. Мынаны теңсіздіктің келесі жағына көбейтіп болып өткізіп жіберсем, көбейтіліп кетеді, 0 болып қалады, е? Келесі, 49 көбейтілген 4-тің x дәрежесі кіші немесе тең 16 көбейтілген 7-нің x дәрежесі деп өткізіп жіберейін теңсіздіктің келесі жағына. Енді осы жерде мен былай жасайын. 4-тің x дәрежесіне бөліп жіберейін. Сонда мынаны 4-тің x дәрежесіне бөлем, мынаны да 4-тің x дәрежесіне бөлем. Мынау мен мынау кетеді, бізде 49 қалады. Мына жерде 16 көбейтілген 7 бөлінген 4-тің x дәрежесі қалды. Мына 16 теңсіздіктің келесі жағына бөлу болып барады. Сонда жалғасы 49 бөлінген 16 кіші немесе тең 7 бөлінген 4-тің x дәрежесі. 49 деген 7-нің, 16 деген 4-тің квадраттары, кіші немесе тең 7 бөлінген 4, соның x дәрежесі. Онда негіздері бірдей болды, онда дәрежелері 2 кіші немесе тең x-тен, x-ім үлкен немесе тең 2-ден деген сөз. Мына жерде 2 бар, содан үлкен немесе тең дейді. Демек, x-ім тиісті 2-ден плюс x-ке дейінгі аралыққа.